Кайырлы күн, Калия Бенұлы. Уақыт тауып сұхбатқа келгеніңізге көп рахмет. Әңгімемізді бастасақ, Тау-Кен инженері мамандығына 16 жасыңыздан қалай келдіңіз? Неліктен осы мамандықты таңдадыңыз? Мектепті мен Түркістан деген қалада бітіргенмін, орта мектепті. Қасымызда 30 шақырым жерде Кентау деген қала болатын. Ол жерде әлемге әйгілі, қазір енді жабылып қалды, Марғалмысай полиметалл кен орны болатын. Сол жерде туыстарымыз тұратын, бір туысымыз Глубокий деген рудниктің жанында тұратын, Кентауда. Сол жазғы каникул кезінде барамыз, сол жерде сонда бірінші рет мен шахтер деген сөзді естідім, ана үлкенде отырған кісілерден, үлкен ағаларымыздан. Сонда айтып отыратын, бұл шахтердің жұмысы бір романтика деп. Мен сонда ойлайтын едім, мынау енді ол кезде білесіздер ғой, біздің сол жас кезімізде, мектеп жүрген кезімізде жастардың бәрі космонавт болам деп соған жүгіретін ғой енді. Мен сонда ойлайтын, мынау ғаламды мысалға астронавттар мысалға да астрономдар зерттейді. Вот наоборот жердің астында мысалға ояқта не болып жатыр екен, оны қалай зерттейді екен, өрде не бар екен деп ойлайтын да қоятынмын. Вообще менің ойым кәдімгі строитель инженер болам деп ойлағам, құрылысшы инженер болам деп. Аяқтың астынан сол менің әкем мұнда алып келді. Әкем алып келіп, осы нені көрші институты деп, әйгілі институт деп. Сонда келдім де, осы мамандықты көрдім де, Кентау есіме түсті дағыны, документін, құжатын тапсырып, бірден түсіп кеттім. Сөйтіп, аяқтың астынан Тау-Кен инженері шыға келдім. Егер де маған қайталап айтатын болсам, мысалы қайта мамандықтан десе, мен қайтадан осыны таңдар едім. Өйткені осы мамандықтан мен көп нәрсені білдім, көп нәрсені көрдім, біраз жетістіктерге жеткенімді содан деп ойлаймын өзімше. Қазір IT саласында нанотехнологиялар, робототехника салаларында жүргізіліп отырған көптеген жобаларды білеміз. Осы орайда айтыңызшы, қазір кен игеру әлемінде не болып жатыр? 92-93 жылдары 1900 біздерде IBM 2 деген бірінші компьютерді көрген кезде қандай қуанып ек. Одан IBM 3 болды, IBM 4 болды жаңа дегенде. Ол енді бір тез дамып кетті ол сала, IT саласы. Енді Тау-Кен саласына келетін болсақ, мынау Қазақстанда 19 ғасырдың аяқ жағында, мынау егеменді алып шыққаннан кейін Қазақстан көптеген инвесторлар келе бастады ғой. Инвесторлар келіп, кен саласында қарқынды жаңағыдай игеру басталды. Қарқынды игеру басталды дағыны бірінші кезде қандай да бір инвестор болсын, ол кеннің бір геологиялық тұрғыдан ыңғайлы учаскелерін тез алып, қазіргі кезде тауса бастады соны. Мен өзім былай ойлап қарасам, қазіргі кезде мысалға Қазақстанда мынау көмірсутек дейміз, углеводородный сырье дейміз, уран мысалға қара металлдардың мысалға несі кен қоры жердің астында сол қарқынды даму барысында, егер үнемді біз оны игеретін болсақ, где-то бір 50-80 жылға жетеді. Ал мынау Қазақстанда жаңағыдай экспортқа шығаратын өнімдердің негізгі бір бөлігі ол полиметалл кендері. Ал ол бір 12-15 жылда таусылуы мүмкін. Оны неге айтып отырмын? Айтып отқан себебім, мынау егемендік алғаннан бері Қазақстанда мынау басқа барлау жұмыстары жүргізілмеген, жаңа кен орындары табылмаған. Және жаңағыдай айтып кеткендей, ыңғайлы геологиялық ыңғайлы кендер алып болғаннан кейін, қазір геологиялық өте күрделі кендердің учаскелері қалып кетті қазір. Біз соны алуға кірістік. Ол не деген не? Ол деген сөз жаңа проблемалар деген сөз. То есть өзекті мәселелер пайда бола бастайды осыдан бастап. Ол қандай күрделі геологиялық факторлар? Мысалға бірінші кен жұмыстарының тереңдеуі. Мысалға мынау оңтүстік Африка республикасында ол баяғыдан 5000 метр тереңдікке түсіп кеткен, 5 километрге. Ал біздер қазір мына Хромтау кен орнында мысалға уже 1000 метрге бардық. Ол деген бізге өте бір ерекше бұрын болмаған нәрселердің біреу болып саналады. Терең мысалға мынау әлемге әйгілі Соколов-Сарыбай карьері. Ашық әдістерде біздерде Тау-Кен саласында ол бір 200 метрге дейін алаттағын ағарай жер астына көшеді. Ал Соколов-Сарыбайда уже 500 метрге барды. Ол не деген сөз? Тереңдік тереңдеген сайын қысым көбейеді. Жердің астына адамдар түсіріп шығару, материалдарды жеткізу, кенді көтеру бәрі қымбаттайды. Ол күрделене бастайды. Осы мәселе пайда бола бастады. Бұл деген тағы да ғылыми жағынан ізденістер, жаңа технологиялар табу деген сөз. Оның үстіне келесі бір проблема, мысалға мынау қараңыз, Қостанай өңірінде Аят деген ірі кенінің қоры 6,7 миллиард тонна. Темір кен орны бар да, ол әліге дейін оны игермейді. Игермейтін себебі оның бір екі
қиын қасиеті бар. Біріншісі, темір кенінің құрамында фосфор бар. Фосфордың құрамы өте төмен, 0,3-0,4%. Ол деген не? Ол фосфорды бөліп алып тастамасақ, кейін ona шығатын болаттың сапасы өте төмендеп кетеді. Сондықтан оны ешкім алмайды. Ондай технологиялар бар, бірақ олар өте қымбат. Көрдіңіз ба? Қазіргі шақтағы бар технологиялар. Оны да іздеп табу керек. Екінші оның тағы бір жаман жері, ол аолит деген жаңағы тау жыныстары экскаватор тұрса бірден жаймен батып кете береді. Түсініңіз бе? Оған да басқа бір технологиялар табу керек сияқты. Немесе мынау әйгілі Бақыш кен орны Шығыс Қазақстанда. Оны қазір Ресейдің компаниясы алды, бірақ оның құрамында, алтын кенінің құрамында мышьяк бар. Мышьякта ол бөлінбейді, бөлінетін технология бар, бірақ ол өте қымбат қазіргі кезде. Көрдіңіз бе? Міне осындай, тағы да бір нәрсе, мынау жоғары Андасия деген кен орны бар Ақбұқайдың қасында. Онда алтын өндіреді. Алтынның қалыңдығы білесіз ба? 3-5 миллиметр кейбір учаскелерінде. Оны қалай алады мысалға адам? Алу деген өте күрделі, қиын. Белоусов кен орнында да 25% кеннің мысалға сондай 30 сантиметр, 20 сантиметр болып келеді. Мұны осындай күрделі геологиялық факторларға байланысты өзекті мәселелерді туындай бастады. Ал оған не керек? Оларды алу үшін біздерге жаңа технологияларға, жаңа ғылыми жұмыстар керек. Міне осы жағынан жаңағы біздің сала, мен ойлаймын, әлі бір өзекті мәселелер өте көп деп ойлаймын қазіргі кезде. Уранда да қазір мысалға, уранда білесіздер, уран қорының Қазақстан 2-ші орын алады. Бірақ онда да әртүрлі күрделі геологиялық учаскелер өте көп. Олдар проблема. Және бір тағы білесіз, үлкен проблема Қазақстанға қазір ол техногенді қалдықтар. Қазіргі кезде бізде жердің бетінде 30 миллиардтай тонна жиналып қалған. Көрдіңіз ба? Оның 1/3 именно біздің тау-кен саласы мен металлургия саласынан шыққан қалдықтар. Бір неге барып қалсам, мен мынау Шығыс Қазақстанда Аягөздің қасында бір кен орнына барсам, сондай қалдықтың 750 мың тоннасы жатыр. Ішінен жаймен әр жерінен проба алып келсем, алтынның құрамы 2-2,5 грамм. Ал біздер қазір жердің астынан кейбір жерлерде 1 грамдық, 1 тоннаның ішінде 1 грамм ғана алтын бар кеңдерді алып жатырмыз. Әнерде жердің бетінде жатыр 2,5 грамдық. Көрдіңіз ба мұны? Сол қалдықтарды алуда жаңағыдегі бір проблема қазір, қалдықтарды қайта өңдеуде жаңағыдегі. Онда жаңағыдегі біздер не істейміз? Біз онша қарамайтынымыз, оның ішінде пайдалы қазба аз дейміз. Көрдіңіз бе? Жердің бетінде жатқанмен. Қытайлықтар келіп біраз жерде жұмыс жасады, мысалға мынау біраз біздің кен орындарда моңғолдар жасады, мысалы Саяқта. Біздер әлі оған қазір қарамай жатырмыз, өйткені оны алатында бір тиімді технология қазір жоқ. Көрдіңіз ба? Міне осындай проблемалар қазір өте көп. То есть ол напрямую жаңағыдегі, то есть тікелей кеннің жаңағыдегі геологиялық қасиеттеріне байланысты өзекті мәселелер бізде әрдайым туындап тұрады. Қали Әбенұлы, мені тағы да бір қызықтыратын сұрақ, тау-кен өнеркәсібі Қазақстан экономикасына қосқан үлесі қандай? Бұл сұрақты мен бір нәрседен бастағым келеді. Мынау тау-кен саласын геологиямен, кен байыту саласымен, металлургиямен бірге қосып алған дұрыс деп ойлаймын да. Сондықтан мынау Қазақстанның статистикалық комитетінде де көбінше осы тау-кен металлургия кешенінің үлесі деп айтады көбінше жаңағыдегі. Өйткені ол сала бір-бірімен тығыз байланысты жаңағыдегі. Қазіргі кезде мысалға жаңағыдегі Қазақстанның статистика комитетінің несі бойынша, есебі бойынша Қазақстанда 450-дей сондай кәсіпорындар бар екен. Қазақстан тау-кен металлургия кешені бойынша да жаңағыдегі. Оның ішінде қазіргі кезде жұмыспен қамту бүкіл Қазақстан бойынша 18% адамдарды қамтып отырады екен. Ол дегеніміз не ол? Соның арқасында Қазақстанның бюджетінің 10%-ін жаңа осы тау-кен металлургия кешені беріп отырады екен. Мынау 2010 жылдар күйзеліс болды ғой. Сол күйзелістен кейін ол енді барлық саланы қамтыды. Біздің тау-кен металлургия кешенінде соғанда болды, күйзелісте болды. Соның салдарынан шамалы біздің үлес шамалы төмендеп қалды тау-кен металлургия кешенінің. Дегенмен де қазіргі кезде жалпы ішкі өнімнің где-то 9%-ын құрайды тау-кен металлургия саласы. Байқарасаңыз. Ал мынау өнеркәсіптік өндіріс саласын ол 19%-ын құрайды жаңағыдегі.
мысалға 22 жылдың өзінде, былтырғы 22 жылдың өзінде республика бойынша жаңа негізгі капиталға инвестицияның 18%-ын осы тау-кен металлургия кешені тартқан екен. Қали Әбенұлы, өзіңіз білесіз, министрліктің аты өзгергеніне міне жарты жылдай уақыт болды. Біздің министрліктің атында ғылым деген сөз бар. Демек, біз ғылымға көбірек көңіл бөлуіміз керек. Осыған байланысты сіз қандай да бір жақсы өзгерістерді сездіңіз бе? Сезсеңіз, соларды атап өтсеңіз. Қараңыз, жарты жыл өтті онда. Жарты жылдан шамалы астам уақыт өтті. Соның өзінде осы ағымды жылдың 28 наурызында Қазақстан Республикасының ғылымын дамытудың 2022-2026 жылғы тұжырымдамасы қабылданды. Оның тұжырымдаманың ішінде жаңалдегі бір басым бағыттардың бірі болып, осы именно геология, минералдық және көмірсутек шикізатын өндеу арнайы бекітілген, соның ішінде қарастырылған. Біздің салаға байланысты да жаңалдегі ол құжаттың ішінде осы уақытқа дейінгі жасалып жатқан кейбір ғылыми жұмыстарға шамалы сын берілген. Мысалға жоспарлар бір-бірінен жаңалдегі әртүрлі жасап жатқан ғылыми жұмыстар, мысалға да бір-бірінен мынандай байланыстары жоқ делінгенде, жаңалдегі мысалға жеке-жеке бір технологиялар ғана жетілдіреді. Мысалға да мына қарап көріңіз, мысалға біздерде жаңа айтып кеттім ғой, мысалға тау-кен саласында, мысалға геология, тау-кен саласы, байыту саласы, металлургия саласы бәрі бірімен байланысты ғой. А бізде көбінше жаңағыдегі мынау біз тау-кен саласын дамытамыз дағы өзімізше жеке жұмыс жасаймыз, аналарды ескермейміз мысалға. Иә, түсіндіңіз ба? Олар өздерінше дамытып жатады ғалымдары. Ана ғалымдар өздерін дамытып жатады, көрдіңіз ба? Бірлескен мынандай дамыту бір жерге жинақтап, жалпы дамыту ғылымды ары қарай жеткізу деген жоқ, көрдіңіз ба? Міне осы жұмыс ненің ішінде, тұжырымдаманың ішінде келтірген. Ары қарай жаңағыдегі екінші бір жақсы мәселе, маған ұнаған мәселе, ол кадрлық мәселе болып танылған, қараған. Енді ол көбінше әрдайым айтыламыз ғой, жаңағыдегі жалақының тұрақсыздығы, оның аздығы, және бір атап өткен нәрсе, бүкіл ғалымдардың ішінде қазіргі кезде Қазақстанда жас ғалымдар 36% құрайды екен. Сондықтан жастарды тарту қарастырылған өрді. Оның үстіне президентіміз айтып өтті ғой, осы жақын арада ғылыми атаққа, жаңағыдегі мынау профессорлыққа мысалға, немесе жаңағыдегі қауымдастырылған профессорге, соларға жаңағыдегі қосымша жалақы төлеуді қарастырған жаңағыдегі. Оның үстіне жастарды тарту үшін жылына 500-дей жас ғалымды әлемге белгілі ғылыми орталықтарға жіберіп отыру, стажировкаға. Міне осы қарастырылған. Көрдіңіз ба? Менің ойлаймын, осының өзі біраз нәрсе деп ойлаймын. Екінші нәрсе, мен атап өткім келетіні, ұлттық ғылым академиясының оның қайтадан мемлекеттік мәртебесінің оның қайтарылуы. Және оған білесіз ба, бірнеше бір несі берілген оның міндеті, жаңағыдегі ұлттық ғылым академия берілген, ол әлеуметтік экономикалық даму басымдықтарына сәйкес ғылыми жұмыстардың бағыттарын анықтау. Түсіндіңіз ба? Және мынау Қазақстанның ғылыми жұмыстарын бүкіл дүниежүзінде танымал ету. Бұл негізгі бір екі міндетінің біреуі. То есть көптеген міндеттерінің бір екеуі жаңағыдегі. Одан да ағарай да жаңа біраз міндеттер тапсырылған ғылым академиясына. Мен ойлаймын, бұл жаңағыдегі алдында айтып өткен құжаттардың бәрін оны даярлаған сол жаңадан құрылған дейміз ба, қайта құрылған дейміз ба, министрліктің қызметкерлерінің арқасында деп ойлаймын. Сіз әлемдік трендтердің дамуына назар аударасыз ба? Тренд деген бір шамалы модалық сөз болып кетті ғой енді. Енді қандай да бір ғалым өзін ары қарай дамытқысы келсе, оны әрдайым қарап отыру керек. Басқа жақта қандай бағыттар жатыр, не болып жатыр деп та, оны қарамасаңыз сіз артта қалып кетесіз жаңағыдегі. Мен олардың ішінен жаңағыдегі трендтердің ішінен өзімізге қажетті бір-екі бағыттарын қарап өттім менде де. Ол ең бірінші, ол қазір ол тек Қазақстанда ол уже біраз жыл болды, онда бізде жаңағыдегі постоянно о жағына жұмыстар жасап жатырмыз. Мысалға бірінші нәрсе ол мынау ресурстарды, енді қазіргі кезде көп жерде мынау шетелдерде энергияны үнемдеу дейді да жаңағыдегі. Біздер енді ресурстарды үнемдеу айтамыз көбінше. Ресурстар үнемдеу, сосын бар қорларды кешенді пайдалану.
Одан кейінгі жаңа қазір қатты бір тренд болып кеткен ол жасыл экономика ғой енді. Біздер оны таза технология деп атаймыз көбінше. Түсіндіңіз ба? Жаңа жасыл экономикаға байланысты біздерде жаңа технология қолданған кезде декарбонизация дейді қазір. Қазақстан уже 2030 жылға дейін сол декарбонизация деген мынау ауаға мынау жаңағы парниковый газ дейміз ғой, соны лақтыруды азайту. Сондай міндеттеме қабылдаған 2030-ға дейін. Біз Қазақстанның ғалымдары қарап отқан жоқ жаңағыда, оның бәрін біз әрдайым қарап отырмыз. Тағы да бір бағыты ол жаңағыда енді ол баяғыдан келе жатқан нәрсе ол мынау ғылымды, білімді, бизнесті жаңа бәрін біріктіріп жұмыс жасау. Сонда жаңағыда бизнеске де көмек болады, бизнес жаңағыда ғылымға да көмектеседі деген, білімге де көмектеседі деген ой ғой жаңағыда. Қали Әбенұлы, мына сұхбатымыздың соңында тағы да бір сұрақ қойып жіберейін. Кен игеру саласындағы ғалымның қандай ерекшеліктері бар? Студенттерге және ғылыммен айналысқысы келетін жастарға қандай тілек айтар едіңіз? Мен ғылымға 1982 жылы келдім. Содан Ленинград Тау-Кен институтына аспирантураға түсіп кеттім. Сол жерде бірінші жұмыстарын бастадым мен. Бірінші жұмыстарым мынау жер астындағы қопару жұмыстарына арналған тұғын. Енді ол жерде топпен жұмыс жасадық, ғылыми топпенен. Сонда сол жұмысымызға біз патент алдық дағын ең бірінші рет соны мынау Шалқия, Марғалмысай, Белоусовка деген кен орындарында енгіздік дағыны білесіз ба? Бірінші рет мен соған патентіме сыйақы алдым. Ол кезде аспирант кезде сыйақы алу деген білесіз ба бір ерекше бір сезім тұғын жаңағыда. Одан кейін екінші жұмыстарымды мынау жаңа айтып кеттім өте жұқа кен орындар деп соған арнадық дағыны, содан да патент алдық біз. Сөйтіп ол 2-3 мынау Жарқұлақ деген кен орнында Белоусов кен орындарының жобаларын енгіздік дағын, оған да патент алып, оған да сыйақы алдық біздер. Ол да енді ол кезде жас ғалымдарымыз, ол да бір бізге бір үлкен бір күш-қуат беріп ағырай жұмыс жалғастыруға жаңағыдегі бір талпындырды жаңағыдегі. Енді жастарға айтатын, не айтайын деймін жастарға? Жастарға айтатын, тау-кен саласында жастардың бәрін көптеп осындай ғылыми жұмыстар күтіп тұр. Келеміз десе де, мен білем, қазір енді жастар онша келгісі келмейді, өйткені жалақысы аз, особенно ер адамдардың онша келгісі келмейді. Мен айтамын, берді білесіз ба, мынау ғылыми жұмысты жаңағыдегі бір жақсы, ең бір жақсы білесіз ба, жері қандай? Ғылыми жұмысты до конца апарып, енгізіп болған кездегі ғалымда бір сезім пайда болады. Білесіз, ол ерекше бір сезім. Жұмысы қабылдандау дегенде, жаңа болдау дегенде, ондай сезімді тек қана нағыз ғалым ғана біле алады. Сезет, көрдіңіз ба? Сондықтан жастарды да соған шақырамын мен, соны білсін деп. Яғни ең артында, жаңа ең соңында мында бір үлкен бір нотамен айтқым келеді да жастарға. Ғылым деген бұл ерекше әлем бар. Мына өмірді жаңалықтармен байыту әлемі бұл. Соған жастарды шақырамын мен. Ұстаздар сөйлесін блогының қонағы болған университетіміздің ұстазы, елімізге танымал тау-кен инженері, ғалым Халидилла Әбенұлы Юсупов. Қали Әбенұлы, сұхбатыңызға көп рахмет. Ұстаздық еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Әңгімелескен Ақмарал Исабекқызы.